Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қысқа арналған икра салатының рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажет заттар: болгар бұрышы 3 кг, өсімдік майы. Өсімдік майын мен осындай шынымен өлшеп құямын. Қызанақ және сәбіз қажет болады. Сосын сарымсақ, дәміне қарай тұз, лавр жапырағы 2-3 штук, қара бұрыш ұнтақталмаған 3-4 штук. Енді осы көкөністеріміздің барлығын кезекпен ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бірінші сәбізімізді осылай өткізіп алдық. Енді бұрышымызды өткізіп аламыз. Сосын сарымсағымызды өткізіп аламыз. Одан соң помидорымызды өткізіп аламыз. Өсімдік майын осылай шыныға құйып аламыз. Ас көгімізді, яғни укропымызды осылай тура қыламыз. Енді тартылған қызанақ пен бұрышымызды осылай ситадан өткізіп аламыз. Егер де осылай ситадан өткізбейтін болсақ, қызанағымыз бен бұрышымыздың суымен ұзақ қайнатуға тура келеді. Егер де көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, қызанақ пен бұрышымызды осындай қанттың қабына немесе кез келген дорбаға 1 сағаттың көлемінде сорғытып алсаңыздар болады. Барлығын дайындап алдық. Енді қазанымызды отқа қойып қыздырамыз. Қызған соң өсімдік майын құямыз. Майымыз қызған соң қызанағымызды құйып, суы тартылып піскенше қуырамыз. Осылай қатты отта араластырып отырып қуырып аламыз. Қызанағымыз осылай астына түскен кезде пісті деген сөз. Енді үстіне сәбізіміз саламыз. Жақсылап араластырамыз.
Сосын сарымсағымызды қосамыз. Тағы да араластырып, бетін жауып піскенше ұстаймыз. Арасында 1-2 минутта ашып, асы күйіп кетпес үшін араластырып тұрамыз. Сәбізіміздің осылай суы шығады. Сосын қуырған кезде өзі су тартылады. Қақпақтарымызбен банкаларымызды осылай булап аламыз. Сәбізіміз пісейін дегенде осылай көреміз. Егерде қатты болса, тағы да қақпағын жауып қоямыз. Менікі пісейін деді, сондықтан енді үстіне қызыл бұрышымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Екі-үш минут өткен соң бетін осылай ашып, тағы да араластырамыз. Енді бұрышымыздың суы осылай шыға бастайды. Сосын қара бұрышымызды қосамыз және лавр жапырағын қосамыз. Араластырып, туралған укропымызды қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын бетін жауып қоямыз. Енді бұрышымыз пісуі қажет. 2-3 минут өткен соң осылай ашып, тағы да араластырамыз. Тұзымызды қосқаннан кейін бәрінің суы шыға бастайды. Тағы да араластырып, енді бұрышымыз піскенше жауып қоямыз. Енді шынымызға салып, осылай дәмін көреміз. Егерде сәбізіміз, бұрышымыз бәрі піскен болса, тұзын да көреміз. Егер тұзы аз болса, тағы да тұз саламыз. Менде барлығы пісті. Енді бірден стерилденген банкамызға саламыз. Салған кезде бәрі біркелкі болу үшін осылай араластырып салып отырамыз. Сосын банкамыздың бетін қақпақпен жауып, осындай кілтпен жабамыз. Менде 3 литр шықты және кішкене артылды. Міндетті түрде осындай қақпақпен жабуға тырысыңыздар. Егерде бұралатын қақпақ болса, ашып кетуі мүмкін. Жабылған банкаларымызды осылай төмен қаратып, бетін жылы көрпемен немесе жылы сүлгімен орап қоямыз.
осылай бір түн тұруы қажет. Осымен аспиринсіз және уксуссыз дайындалатын өте дәмді қысқа арналған икра салатымыз дайын болды. Видео рецепт ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.